Бүгінгі республика көлемінде жұма оқитын мешіттеріміздегі Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бекітіп берген тақырыбы өзгені өзіңнен жоғары қою ізгілердің сипатынан тақырыбында болмақшы. Яғни баршамызға тән қасиет. Бірақ осы тақырыпты оқып, бұл біздің қанымызда бар дүние екендігіне мен көзім жетіп отыр. Себебі біздің ата-бабаларымыз Алланың үкіміне, пайғамбар алейхиссалату вассаламның сүннетіне кіршіксіз амал еткендігі байқалады. Мінеки біздің ата-бабаларымыз қандай? Кіршіксіз, бір жүректерінде бір кірбің болмаған, бір арам ойы болмаған ата-бабаларымыз. Кезінде сол елімізге ауып келген репрессиямен қаншама ұлттар мен ұлыстарды құшағына сыйдырып жіберді ата-бабамыз. Жоқ, олай емес па? Мінекей, қаншама, оның ішінде мұсылманы бар, мұсылман емесі бар, барлығын қамқорлығына алып, ашаршылық уақытта болсын, тоқшылықта болсын, өздерінің ішіп жегендерімен бөлісіп, барын киіндіріп, бір шаңырақтың астында сол жандар қазір өз алдарына бір үй болып, адам танымастай өзгеріп шығал келгендері бар. Бірақ анау үлкендері айтып, естеріне салып тұрады. Ей, асқақтап кетпеңдер. Біз кезінде қалай келген едік осы елге? Біз қалай келген едік осы жерге? Бізді қалай қарсы алған еді осы қазақ халқы дейді. Мінекей, жөн білетін, ес білетін ақсақалдары айтып, тентек телілерін тыйып отыр. Бірақ ара гідік шығып қалатын болса, оларды да Аллах Тағала өзі тәубесіне келтіріп қойып жатыр. Сондықтан мінекей, бұл біздің ата-бабаларымыздың қанында бар асыл қасиет. Ол қасиетті Құранға, пайғамбар алейхиссалату вассаламның сүннетіне мықты тұрғандығының кепілдігі, құрметті жамағат. Біз айдаладан біреудің бірдемесін іздемей қойық. Бұл өзіміздің бойымызда бар қасиет. Мінекей, бұл дүние қазіргі таңда әрқайсыларымыздың да бойымыздан табылатындығы ақиқат. Адам баласының жалпы табиғаты жаратылысы сол. Жақсылыққа да, жамандыққа да жақын болады. Әсіресе жамандыққа шайтан азғыруы арқылы тез, жылдам әрекет ететіндігі бар. Ал жақсылықты тарта-тарта, сол иманды қол, Алладан, ақыреттен үміті бар қол, ол еш уақытта, ешқашан тартынбай, сол бір ізгілікті іс-шараның басы қасында болатындығы ақиқат. Аллах Тағала қасиетті Құран Кәрімде өздерінде таршылық бола тұра, оларды өздерінен артық көреді. Әлде біреу сараңдықтан сақтанса, міне солар құтылушылар дейді Аллах Тағала. Хашр сүресі 9-шы аятта баян етіп отыр. Бұл Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассаламның Мәккатул Мукаррамадан, яғни Меккеден Мәдинаға көшкен уақытында, хижрет жасаған уақытында, сол мұхажирлерді, көшушілерді мединалық ансарлардың күтіп алғандығы, қарсы алғандығы, құшақтарын жая бауырмашыл болып, өздерінің қорасындағы малымен, барымен бөлісіп, сол көшіп келген мұсылман бауырын қонақжайлық етіп, жоғын беріп күткендігі турасында
Аллах Тағала баян етіп отыр. Ал енді бірде осындай бір кісі пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға шаршағандығын, шалдыққандығын, қажығандығын, қарны ашып қиналғандығын айтып келеді. Сонда пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам үйіне адам жіберіп, үйде тамақ бар ма? Барып, бұл кісіні тамақтандыру керек екендігін жеткізген уақытында пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның үйінде ішім-жемге еш нәрсе табылмайтындығы жеткізілінеді. Жоқ дейді. Яғни Айша анамыз айтып отыр, пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам өмірінің соңына дейін 3 күн қатарынан тойып тамақ жеген күні болған емес дейді. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам. Құрметті жамағат, біз отырмыз ғой жерде барлықтарымыз. Қарнымыздың тойғандығы бұлай тұрсын, үйімізде бір жоқ дегенде 3 күннен артық тамақтануға азық түлігіміз бар. Барлығымыздың құрметті жамағат. 3 күннен артық, мен бір айда айтпай қояйын. 3 күннен артық тамақтануға тамақтарымыз әлхамдулилля бар. Бұл Алланың нығметі. Тоқшылық, береке, бейбітшілік ынтымақтың арқасында, құрметті жамағат. Мінекей. Ал Алланың елшісін Айша анамыз айтып отыр, 3 күн қатарынан тамақ тойып жеген күні болған емес дейді пайғамбарымыздың. Ал пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам әлгі кісіні үйіне жүгіртіп жіберген уақытында үйінде тамақ жоқ. Сөйтіп сахабаларға қарап тұрып, ал енді мына кісіні қайсы бірлерің алып кетіп үйлеріңе барып тамақтандырып мұқтаждықтарын өтейсіңдер дейді. Сонда бір сахаба тұрып, әлгі мұқтажды үйіне алып кетеді. Үйіне барса, жағы бала шағасына дайындап жатқан әйелінің тамағы бар екен, әзірлеп жатқан. Қараса, шағын ғана екен. Енді осы аяттың түсуіне себеп болған ол кісілер. Сонда жағы сахаба әйеліне айтып, сен енді балаларды алдаңқыратып, ұйықтатып қой дейді. Ғалымдарымыз осы аятқа түсіндірме береді, балалары аш болмаған еді. Яғни балаларын алдаңқыратқан уақытында олар әп-сәтте ұйқыға кетіп қалды дейді. Енді сен дейді әйеліне айтады, байқаусызда дейді, тамақты құйып берердің алдында жағы үйдегі жанып тұрған шамды байқаусызда өшіріп ал дейді. Сөйтіп қонаққа әлгі қазаныңдағы тамақты құйып бересің, біздің алдымызға бос тостақты қоясың, бізде жай ана қонақпен бірге қараңғыда тамақ ішіп жатқандай әрекет етеміз. Ал әлгі қонағымыз жаңа сен құйып берген тамақты емін еркін ішіп алсын дейді. Өздері мұқтаж, өздері де аш. Бірақ қонағыны сондай әрекет жасап отыр. Ол әуелі Алланың, екінші пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның қонағы сол жіберіп отыр. Оған әлгі сахаба сондай құрмет көрсетті. Сөйтіп оны тамақтандырып қараңғыда өздері де жаңағы ыдыстарын сықырлатып отырып, ішіп жеген сияқты ауыздарын жыбырлатып, әлгі мұқтаж қарны аш жан тойып алып демалады. Азанда таң намазда барған уақытында пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам ана сахабаға қарап күлімсіреп, түндегі жағдайларыңды Алла білді, әрекеттеріңді.
Алла сені осы аятпен сүйіншіледі деді. Мінекей құрметті қауым, Хашр сүресі 9 аяттың түсу, уахи етілу себебі осындай болған еді. Ал енді қараңыздаршы, бәріміз де бала болдық. Біздің аналарымыз үйдегі тәтті пәттіні қонаққа тығып қоятын еді ғой. Өзінің омырауындағы балаларына біздерге бермейді. Ұрлап жетіп қой соның бәріміз. Өзім ұрладым мысалға. Іздеп жүріп тауып алатын ем конфеттерін анам байғұстың. Күлет, бәріміз де сондай болдық қой. Соны аналарымыз кім үшін жасады? Қонағы үшін. Қандай керемет, Қандай керемет. Қонаққа пайғамбар алейхиссалату вассаламның яғни сүннетіне амал етті ғой сол аналарымыз. Қонаққа деген құрмет, қонаққа деген алып қою. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам кім Аллаға ақырет күніне сенсе, ол қонағын құрметтесін деді. Аллаға ақыретке сенетін құл, ол қонағын құрметтесін деді. Мінекей, пайғамбар алейхиссалату вассаламның қонағын осылай күтіп алған уақытында Алла субхану ва тағала ол құлды осылай сүйіншілеген еді.